Бауырды қадірлеп баптау керек. Себебі бауырдың 2000-нан астам функциясы бар екен. Видеоны соңына дейін көріп, қолдау білдіріңіздер. Себебі үй жағдайында бауырды емдеудің екі әдісін айтатын боламын. Бауыр функцияларының бірнешеуін атап өтсем, бауыр ағзамыздың ең негізгі фильтрі. Бауыр арқылы бәрі өтеді. Бәрі, не жейміз, не ішеміз, не жұтамыз, тіпті терімізге, шашымызға, не жағамыз бәрі. Парфюмерия, пестицидтер, консерванттар, ароматизаторлар, гормон дейсіз бе, медикамент дейсіз бе, ауыр металдар, крем, лосьон, косметика. Егер бауырымыз болмаса, ағзамыздың бәрі баяғыда-ақ өз функциясын тоқтатар еді. Бауырымыз бізді тәулігіне 7-24 сағат өмір бойы қорғайды. Бауыр күніне 2 литрден астам қанды фильтрлейді. Қанымыздың қаншалықты қою, токсинді майлы болса, байғұс бауыруға оны фильтрлеуде соншалықты ауыр. Бауыр біздегі витаминдер мен минералдардың резервін сақтаушы. Темір, цинк, йод, В, Д, А, К, Е дәрумендер тобы. Егер сізде витамин жетіспеушілігі болса, демек бауырда витамин мен минералды сақтайтын орын жоқ. Оның бәрі токсиндер мен уға толып тұр. Бауырда біздің энергиямыз сақталады. Гликоген бақытты өмір сүру мен әр күнін көңілді өткізудің энергиясы. Адамдар жылдар бойы гликоген, яғни энергия дефицитімен өмір сүреді. Себебі денсаулыққа маңызды көмірсулар жемейді. Бауыр, ақуыз, көмірсу майларды синтездеуде тікелей атсалысады. Егер сіздің ағзаңызда ақуыз мөлшері төмен болса, мәселе бауырыңыздың жағдайы мен ресурсында. Енді бауырымызды үй жағдайында емдеудің жолына келетін болсақ, бірінші жалбыз мята. 1 стақан қайнаған суға 5 грамм жалбыз жапырағын 15 минут тұндырыңыз. Әр 3 сағат сайын бір ас қасықтан ішіңіз. Жалбыз улану кезінде өте пайдалы, бауырдың улы заттардан тазаруына және көбірек өт шығаруға көмектеседі. Екінші, қырмызы гүл, календула. Календула бауырдағы метаболиттік процестерді жеңілдетеді, секторлық функцияны жақсартады, өт шығару процесін күшейтеді. 2 шай қасық календула гүліне 2 стақан қайнаған су құйып, 1 сағат тұндырыңыз. Содан кейін сүзіп алыңыз. Күніне 4 рет жарты стақаннан ішеді. Мақала қажетіңізге жарады деген үміттемін. Келесі видеода көріскенше.